Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бүгін Меруерт киш пирогының ең жеңіл, ең дәмді рецептімен бөлісемін. Түрлі түсті көкөністермен дайындалады, сондықтан міндетті түрде дайындап, видеоның соңына дейін көріңіздер. Таза ыдысымызға ұнымызды салып, үстіне салқын сары майымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Содан соң 3 қасық салқын су қосамыз. Тағы да араластырамыз. 1 жұмыртқамызды қосамыз. Шым-шым тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды біріктіреміз. Бізде қамыр шықты, енді целлофанмен жауып 15 минуттай қалдырамыз. Барлық көкөністерімізді турап аламыз. Кез келген саңырауқұлақ ұнамаса, кез келген затпен алмастыра аласыздар. Менде саңырауқұлақ, шампиньон және де түрлі түсті бұрыштар, қызанақ, көкпияз. Енді бөлек ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып, араластырамыз. Тұзымызды қосамыз да, содан соң бұрышымызды қосып, тағы да араластырамыз. Араластыра отырып, сүтімізді құямыз. Содан соң сливкемізді қосамыз. Сливке қою болғандығы дұрыс. Шет-шетінен үкіштен өткізілген ірімшігімізді қосамыз. Барлығын араластырамыз. Енді 15 минут тұрған қамырымызды жаямыз. Кез келген ыдыста пісірсеңіздер болады. Дөңгелек ыдысқа барлығын біріктіріп жайып шығамыз. Содан соң жаңағы жасаған сұйықтығымызды қамырдың үстін жауатындай етіп қоямыз. Содан соң барлық көкөністерімізді жайып шығамыз. Үстіне сұйықтығымызды қосып, көкөнісімізді салып, сұйықтығымызды қосып, солай кезек-кезек жасаймыз. Кешіміз дайын болды, енді бетін көкпиязбен әсемдесеңіздер болады. Дайын болды, енді қызып тұрған пеште 80 градуста 45 минут пісіреміз. Мінекей біздің киш пирогымыз дайын. Өте әдемі әрі өте дәмді, сондықтан міндетті түрде дайындаңыздар. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Меруерт.